Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз өзбек халқының өте үнемді және өте дәмді тағамы чучвара әзірлейміз. Бұл тағам өте әдемі және өте тойымды болып келеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл тағам түрі тұшпара қосылған көже сияқты. Өте жылдам дайындалады. Сіздердің жанұяңыздағы адамдарға ұнайтынына сенімдімін. Бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен барлық көкөністерді майдалап турап дайындап аламыз. Картоптың бәрін майдалап тураймыз, бірақ екеуін жай ортасынан бөліп қоямыз. Енді тұшпарамыздың қамырын елеп қоямыз. Қамырымызды еу қанғанша бетін жауып қоямыз. Сол уақытта көжемізді әзірлей бастаймыз. Майымыз ысығаннан кейін көкөністерімізді қуыра бастаймыз. Қуырылған көкөністерімізге қайнап тұрған суды құйып, астын басып, 25-30 минут бетін жауып қайнатамыз. Көжеміз қайнап атқан кезде қамырымызды жайып, оны 4 бұрышты қылып кесеміз.
Мен тұшпараның салмасын алдын ала дайындап қоюыма байланысты ол видеоға түспей қалды. Оған 200 грамм тартылған ет қажет, бір жуаны майдалап турайсыздар, тұз, паприка, сосын кинза қосасыздар. Майдалап кесілген 4 бұрышты қамырымызға шамалдап етті салып, тұшпара түйеміз. Сорпамыздың астындағы отты көтереміз. Және ішінде алдындағы екіге бөліп салған картоптарымызды алып, оны жақсылап езіп, сосын қайтадан сорпаға саламыз. Сонда сорпамыз біздің қоюлау болып келеді. Қатты қайнап атқан сорпамызға тұшпараларымызды салып бір араластырамыз. Сосын қазанның бетін жауып, қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін тағы да бір 5 минут қайнатамыз. Бетіне көксөкті салып, бетін жауып 1 минуттай ұстаймыз. Сол кезде біздің тағамыз дайын болады. Мінеки достар, біздің тағамымыз дайын болды. Чучвара өте дәмді тағам, және өте өнімді, тойымды болып келеді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін.